Так, Джеги, ассаляму алейкум. Мынандай Camry тауып алдық. 2017 жылы SE комплектация. Жағдайы өте жақсы. Мало поврежденный. Капот жасалған и крыло жасалған. Қалғанның бәрі заводской краскасымен тұр. Жағдайы өте жақсы. 17-лік титанка. Так, іштері заводской, короче, машина жүреді. Даже не растаможный. Қазақстанға баратын бағасы бұл автокөліктің 7 миллион 800 мың теңгеге барады. SE комплектация. Көлікте ешқандай минус жоқ. Плавающее сиденье, задний вид камера. ВИН-коды, кімге интересно. 83257 миль. Задний вид камера. Жағдай, в общем, ұйықтап отыр. Кімге интересно, хабарласыңдар. Ассаляму алейкум, достар. Toyota Camry 55-тік 2015 жылғы 2.5 100 мың миль жүріп тұр. Көлік жақсы, тап-таза. Барлық ВИН-кодтармен тұр. ВИН-код бойынша алдыңғы бампер. Кімді қызықтырады? Хабарласыңыздар. Без растаможки. Так, ассаламу алейкум, жігіттер. Бүгінгі обзор Toyota Sienna 2015 жылғы ақ цвет SE комплектация 19500 сұрап тұр. Без растаможка бағасы. SE комплектация 81 мың миль 2015 жылғы люкпен. Көріп жағдай өте жақсы автокөлік. Содан кейін кеттік. Toyota Sienna 2013 жылғы. Тоже без растаможки. 13 мың доллар сұрап тұр. Одан кейін тоже Toyota Sienna SE комплектация. Бұл без люк. 17 мың 800 доллар сұрап тұр. Кімге интересен, жігіттер, хабарласында. Автокөліктерді толықтай тексеріп, ВИН-кодын бәрін қарап жібереміз. Так, бұл автокөліктерге плюс растаможка и плюс услугы қосылады. Кімге интересно, бұл көліктер хабарласыңдар. Арада Одиссей бар, тоже Одиссей. 12 жылғы болу керек. Бұл көлік 12 жылға 3.5 объем 9200 сұрап тұр өзінің бағасы. Плюс растаможка, плюс услуга. Так, осы автокөліктер, жігіттер, кімге интересно, хабарласыңдар. Так, Джеги, ассаламу алейкум. Мынандай Хайландер бар, 2012 жылы 3.5 объем 197 мың миль. Белый земчик. Салон Виллер. Жеті орындық. Так, салоны таза. Надо вакуум жасау керек. До Казахстана 7 миллион 760 мың теңге. Кімге интересно, хабарласыңдар. ВИН-кодын көрсетеміз. Так, мына ВИН-коды. Кімге интересно, жігіттер, хабарласыңдар. Так, Джеги, ассаламу алейкум. Мынандай Sienna бар, идеальном состоянии. 2015 жылы 17 мың доллар өзі айтып тұр. Так, жағдай өте жақсы көліктің. Кожа, полная электроника, хромированная ручка. В общем, короче, көлік жанып тұр. Удар правый крылодан болған. XLE комплектация. Передний привод. Кімге интересен, жігіттер, хабарласыңдар. Мына көліктің жағдай болып тұрады. XL. Лимитеттен кейінгі комплектация. Кімге интересен, хабарласыңдар. Өзінің бағасы 17 мың айтып тұр. Плюс растаможка, плюс услуга қосылады. Хабарласыңдар.